Алла разы болсын. Бауырлар, рахмет көп-көп. Алла разы болсын. Қуанып жатырмыз сіздермен жүздескеніңізге. Көп-көп рахмет, шын жүректен. Алла разы болсын. Аллаға мадақтар мен мақтаулар болсын. Осындай керемет жиынға бізге сәттілік берген пайғамбарымызға осы жолды көрсеткен сансыз салауаттар болсын, бауырлар. Аллаға мыңда бір шүкір. Иман қаншалықты сақтау ауыр болса да, талпынып, тырмысып, осындай қиын заманда иманды сақтауға әрекет жасап жатқан сіздерге Алладан сансыз рахым, берекет жаусын сіздерге. Алла разы болсын. Енді мынау білесіздер, күн өткен сайын иман сақтау қиын болып бара жатқан заманда тұрмыз қазір. Бір бүлік екінші бүлікке ұқсамай жатыр. Бірінен соң бірі ауыр болып кетіп жатыр бүліктер. Сол мінекей бүліктердің ішінде енді мына жерге әлі қаншама адам келе алмай қалды. Қаншама адамға тосқауыл қойып жатқандар бар, не бар саған уағызда деген сияқты. Сөйтіп келе алмай қалғандар бар. Жалпы біздің иманға келуімізге кедергі болып жатқан адамдар бар. Алла хидаят берсін оларға. Енді олардың сөзіне сен, бірақ енді кейбір Құдайдың парыз еткен нәрселерін тастап қоюға болмайды. Біз мынау барған жердің барлығында айтып жатырмыз. Алла сақтасын, қазір кейбір адамдар өзінің атеист екендігін интернетте жариялап жатқан заманда тұрмыз қазір біз. Мен өзімнің атеист екендігімді салтанатты түрде жариялаймын деген адамдардың заманында тұрып жатырмыз. Не деген өкінішті. Көрдіңіз бе, Алла сақтасын. Міне солардың ішінен Құдай бізге таңдап иманның байлығын берді. Алла ешкімге жақсылық қаламаса, Алла оны пайдасыз істермен шұғылданып қоятын еді. Құдай жақсы көрген, Алла жақсы көрген пенделер бір Алланың үйінде бас қосып жатырмыз қазір. Көрдіңіздер ме? Бұны просто сезіне білу керек адам. Әрбір адам бұны сезіне білу керек. Бізді иманнан тоқтататын адамдардың сөзіне ілеспеу керек. Көрдіңіз ба? Ондай орта мен дос, сізге дос мен орта болмайды. Жайлап тынышталып отыр ма? Жай убазды қылып, иә? Сондықтан мынау пайғамбарымыздың өмірбаянында Йемендік шайыр кісінің қиссасы бар. Өте үлкен өнеге біздерге. Жасы бір 50-ден асып 60-қа таяған атақты араб жазирасында шайыр кісі шаршайды ол. Шаршайды. Құдайға құлшылық қылмағаннан кейін, өмірін тек күнәмен өткеннен кейін адам шаршайды. Мазасы кетеді. Аннан іздейді тыныштықты, мыннан іздейді тыныштықты, таба алмайды бірақ. Көрдіңіз ба? Сөйтеді адамдар әр кайфушаның ізінде кетеді ғой. Біреу ішіп кетеді, біреу шегіп кетеді, біреу искеп кетеді, біреу бірдеңенің соңында кетеді, біреу қыздың соңында. Әркім өзінің несін, жан рахатын әр жақтан іздеп кетеді. Бірақ адамдар білмей жатыр жанның рахаты қаяқта екенін, Алла елшісі салған жолда екенін. Жақсылық пен бақыт, жүректің тыныштығы тек қана иманда. Көрдіңіз ба? Сонда жаңағы Йемендік шайыр шаршайды ғой күнәдан. Тасташ дейді, жалған өмір. Меккеде пайғамбар шығып жатыр екен дейді. Адамдарға жақсылықты насихаттайтын, сондай бір көркем мінезді, аманатқа қиянат жасамайтын, көршілердің ақысын беретін, туған туыстың ақысын беретін, сондай пайғамбар шықты. Сол пайғамбарға барып ілесем мен дейді. Қараңыздар. Сөйтіпті Йеменнен Меккеге қарай шығады 1000 километр. Йемен мен Меккенің арасы 1000 километр. Сонда барып жаңағы Меккеге жеткеннен кейін Меккенің мүшриктері бұны таниды ғой кім екенін. Егер мынау исламды қабылдап кетсе дейді, мынаның артынан талай адам кетеді дейді қазір. Сондықтан бар күшімізді осының ислам қабылдамауына жұмсаймыз дейді. Қараңыздар. Ақылдасқан шаруа деп тұр ғой енді. Сөйтіп, бұл Меккеге кіргеннен кейін бірден пайғамбарымызға апармастан, шайыр ағамыз, көкеміз, айналайын, қанша жерден кеп қалдың, жайша жүрсің ба дейді. Сонда ол кісі айтады, мына сендердің елдерінен пайғамбар шығыпты соңғы заман. Соған ілесуге келе жатырмын дейді. Не болған жерде? Абайлаңыздар, бауырлар, абайлаңыздар. Негізі тынышталсақ, ат душа айтар едік, уағызды мынау, жан-жақтан не қылған? Бауырлар тынышталайық, Алла разы болсын. Барлығын түсініп тұрмын, қайтемін енді. Қайтейін. Не мы такая, жизнь такая. Так, қай жерге ұзынып қаламыз біз?
Райымбек Батыр дейді. Барлық күшін салады дейді, дұрыс айтады. Қаққа салып жатыр екен күшті. Болды. Сөйтіп, шайыр көке дейді ғой. Сен бекер келдің дейді. Бекер келдің. Бұл Мұхаммедтің дінінде дейді, қызға баруға болмайды дейді. Енді бұл шайыр ғой, творчествоның адамы ғой. Сонымен не істейді? Қызға баруға болмайды дегеннен кейін, итакта шаршадым дейді, әр есіктен дейді. Шынып отырсыздар ма әңгімені? Шаршадым дейді, 50-ден астық. Аралап, талай жердің дәмін таттым деп тұр ғой. Арам ғой ол. Көрдіңіз ба? Арам болғаннан кейін шаршатады да ол. Адал болса ше некемен. Мотивация болады. Сонымен өзім де одан шаршадым дейді, жаңа кісі айтады. Ақын. Сонымен айтады, бұл вариант болмады, енді не істейді. Айтпақшы дейді, шайыр көке, оның дінінде арақ ішуге болмайды екен дейді. Бүкіл варианттарды іздеп жатыр ғой алар, мынаны иманнан тоқтату үшін. Оның дінінде арақ ішуге болмайды екен дейді. Онда қиындау екен дейді мынау. Біз деген арақ ішпесек өлең шықпайды ғой дейді да. Ондай болса мен сәл бір не қылып алайын дейді. Бір не қылып алайын, одан кейін келем қайтадан деп, Меккеге кіріп тұрып қайтадан шығып кетеді ғой Йеменге қарай. Көрдіңіз ба? Йеменге жетті дейді, 5-6 айдың ішінде жаңа кісі мүшрик күйінде қайтыс болып кетті дейді ғой. Көрдіңіз ба? Кім ұтылды, қараңыз. Иманнан келіп тұрған адамды иманнан тосып тастады. Дәл солай қазір қоғамда бізді иманнан тосатын адамдар болмаса да, түрлі ақпараттар бар интернетте, көрдіңіз ба? Адамға күмән салып тастайды кәдімгідей бар, ойланып қаласың шынымен. Сен деген Құдайға құл болатын болсаң, өзің намаз оқып жүрсің дейді. Қараса әңгімелен қара. Өзің намаз оқисың дейді. Еще ораза ұстайсың, 30 күн өлейін деп дейді. Бірақ дым жолың болмай жүр ғой сенің дейді. Деп қаласың кәдімгідей. Шынымен дейді, неге менікі осы деп? Оқып жатырмын, дым бермейді. Ұстап жатырмын, дым бермейді. Көрдіңіз бе? Тәкбітті намаз оқса, үстінен бүйтіп төгіліп тұру керек екен да. Алла тағала Құранда айтып қойды ғой, сендер иман келтіргеннен кейін, Аллаға сендік дегеннен кейін сыналмай қаламыз деп ойлайсыңдар ма? Дейді. Біз сендерден алдыңғыларды сынағанбыз дейді Алла тағала. Сендерді де сынаймыз дейді иманмен. Көрдіңіз ба? Иманмен деген не ол? Құдай туралы сынаймыз деп жатыр Алла тағала. Бір сынақты жібереді, сіз қандай мұсылман болсаңыз да, сынақты жібереді, сіз қалай өтесіз, сол сынақтан соған байланысты сыналасыз. Көрдіңіз ба? Сіздер Самарқандты суалып деп жүрмеңіздер ертең. Ауағыздың әр жерінен бір естіп алып. Білмеймін, не айтқан, ұру-дұру қырлықта қайтты. Қане, бауырлар сәл тыныштық. Лестницада не болды? Төгіліп жатыр ғой бірдеңе. Қатта сүйенбек, рахмет етесіңдер. Анау слабый, анау. Әрқаны отырыңдар. Айта береміз ба? Айта берейік енді. Тәуекел, 3-4 адам естісе де иншалла. Болды. Бұл жақтың істелі бөлек екен, бағыңыздың. Машалла. Әйелдер сияқты екен да, әйелдер жұмыс істеп жүріп тыңдап тұрады ғой. Екі жақ істеп тұрады да, сөйлесіп жатыр, бірақ оғасында жатыр да. Рыза болып жатыр, мына стиль мощный екен ше. Горилла да ішіп жатыр айды, Құдайға шүкір, аман болсын да. Басқа нәрсе ішпесе болды иншалла. Тәуекел. Еске салып отырасыздар ғой, мен қақ екенімді ұмытып қала беремін. Қай жерге марик? Қақ екенімді ұмытып қалдым. Құдаймен. Жаңағыдай ғой, сынақ келеді, Құдайға ренжіп қаласың да. Аллаға ренжитінде ешкім ештеңе өткізіп қойған жоқ қой. Құдайға рахмет айт. Қол аяғыңды паралез қылып жаратпай, жүрегіңді кәдімгідей өзін танитын Аллаға мың да бір шүкірде. Құлшылық жасайтын қылып жаратқанда. Соны Құдайға ренжиді да, өзін не дейді? Жаңағыдай салтанатты түрде атеист екендігін жариялайтындар көбейіп кетті деп жатыр да.
Көрдіңіздер ме? Алла сақтасын. Құдай иман келтіргеннен кейін бізді өмір бақи сынайды. Егер де бір адам сыналмау керек болатын болса, онда оның сүйіктісі сыналмау керек еді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сынақтың ең ауырын татты ол кісі. Біз оның татқанының біреуін де татқан жоқпыз. Сахабалар келіп айтты: "Я Расулалла, не болып кетті мына өмір?" деді. Қиын болып кетті ғой. Үстімізде жау, астымызда жау, жанымызда жау. Не болып жатыр я Расулалла деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға айтты: "Дұға қылмайсың ба? Bir дұғаң бәрін шешіп тастайды ғой" деді сахабалар келіп. Шынымен де bir дұға қылса пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мәселе шешіп кетеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ей ағайын" деді, "ей сахабалар, сендерді ілгерідегідей жоғарыларынан тырма бар ғой, тырма білесіздер ғой, сондай тырмамен терілеріңді сыпырып табандарыңа дейін ешкім тартып атқан жоқ қой" деді. Көрдіңіздер ме? Сендердің еттеріңді бөлшектеп қазанға салып атқан жоқ қой деді. Кішкентай бастарыңа сынақ келе қалып еді, кәдімгідей қиналып кеттіңдер ғой деді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бізді де ешкім өйтіп сынап атқан жоқ. Аллаға мыңда бір шүкір. Аяқты кино түсіріп жатыр өздері айтып. Ой деген қырыққа бөлініп жатыр. Айтам деген нәрселерін ұмытып қалатын жай. Кәне охота жайлы айтып кетемін, байқамай көрдіңіздер ме? Сондай адамдар сөйтіп сыналғанда да имандарынан қайтқан жоқ қой дейді пайғамбарымыз айтып жатыр салып. Кішкентай бастарына сынақ келіп еді, немене әңгіме айтып шыға келдіңдер барлығын дейді. Көрдіңіздер ме? Дәл сондай. Ешкімнің Құдайға ренжуге хақысы жоқ. Раббыңа әрқашан қандай ойда болу керексің? Жақсы ойда ғана болу керексің. Болды. Құдай сізге ешқашан жамандық қаламайды өйткені. Алла адам сияқты ешбір жаратылысты жақсы көрмейді. Оның ішінде пайғамбарымыз сияқты ешкім жақсы көрмейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз адам баласын ең құрметті жаратылыс етіп жараттық дейді Алла Тағала. Ең құрметті жаратылыс бұл адам. Мінекей, жаңа біз ана балықшының оқиғасында айттық қой. Естіген болсаңыздар, екі балықшы болған деп айттық. Дұрыс па? Біреу құдайларға сыйнады. Талпа үйінде құдай. Ағашы бар, тасы бар, сүйегі бар, бәлесі бар. Көп құдайларым, мен балыққа бара жатырмын, короче. Сол бүгін нормальный балық бер. Білмеймін ғой, әмин деп айтам, айтып ойшып шығады екен жағынан. Мына жақта мұсылман кісі бар екен, Аллаға иман келтірген, Раббым ризық беруші сенсің ғой. Саған тәуекел етіп көлге кеттім деп шығады екен. Екеуі барады, мынау бисмилла деп лақтырады, дым түспейді ғой. Дым жоқ. Мынау ше құдайлар деп лақтырады, түсе қояды жаңағы. Балық түсіп жатыр. Мынау бисмилла дейді, жоқ. Кешке дейін талай бисмилла, талай ракағат намаздар кетіп қалды. Көрдіңіз ба? Шамның уақытысында кеш батқан кезде бір балық түсіп дейді. Машалла, қуанып кетті. Бәлі балық. Азаннан бір күтіп отқан сол болса керек. Сонымен не керек? Ана кісі қиналып кетеді ғой жаңа. Қиналатты айтады ғой. Ана балық аулайды ғой, бүйтіп аулаған кезде балық несінен қармағынан шығып кетеді ғой, көлге секіріп кетеді қайтадан жаңа балық ше. Ойлаңыз, азанда келгенсің, кешке дейін талай зікірің бар, тасбихың бар, бір балық жоқ қой. Анау құдайлар деп лақтырады, себеттер толып қалған ғой. Не ойлайсыз? Жайлап, сен құдайларыңа қарай кете берем ау деп. Дұрыс па? Әлсіз адам болса сөйтіп кетіп қалу мүмкін. Алла туралы жаман ой келеді бірден. Құдай, мен саған құлшылық қылып жүрмін, саған ризық деп шықтым. Періштелердің өзі қиналып кеткен дейді. Имам Абу-Лайс Самарқанди айтады бұл қиссаны. Періштелердің өзі қиналып кеткен дейді. Раббымыз мына пендең сен деп шықты ғой. Неге дым бермей жатсың деп. Сонда Алла Тағала бұл пендемнің жәннаттағы үйін көріңдер деп айтты дейді ғой. Алла Тағала жәннаттан жаңағы балықшыға зәулім сарай салғызып жатыр екен. Дәу қылып. Неге десек, соңына дейін тұрған екен ғой. Соңына дейін Раббым, сен ештеңе бермесең де мен саған разымын. Бәрібір сен менің Раббымсың деп тұрған екен жаңағы. Көрдіңіз ба? Сол үшін сыйлығы. Кейде сіздің дүниедегі сынақтарыңыз бітпей кеткен кезде ойламаңыз, Құдай жек көріп қалып жатыр екен деп.
ана жақтағы дәрежені көтеру үшін де Құдай кейде сынайды адамды. Көрдіңіз ба? Енді мынаның тозақтағы үйін көріңдер деп айтты дейді. Көп құдайларға сыйынатын. Дүниеде оларға бере береміз дейді, бірақ сыйлығы оттан салынған үйлер болады дейді. Көрдіңіздер ме? Міне сондықтан Аллаға ешкімнің ренжуге, ол туралы жаман ой ойлауға мүлдем хақысы жоқ. Именно соның ішінде мұсылманның. Көрдіңіз ба? Бұл пайғамбарымыздың бізге үйреткен тәлім тәрбиесі осындай. Жаңа бауырларымызға айтып жатқаным ғой. Иман әлсіреп, өзімен өзі атеистігін жариялап жатқан. Енді қараңыздар, иман сақтау ауыр заманда тұрмыз бауырлар. Иман сақтау өте қиын қазір. Білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына Ухуд шайқасы болған жерді білесіздер, мына жерде қажекеңдер бар, барғандар бар. Ухуд шайқасына өмірден өтуден 2 апта бұрын барған. Ухуд шайқасындағы шахид болған сахабаларға барған. Сөйтіп сахабалармен сөйлеседі ана жерде. 70 сахаба жатыр ана жерде. Сонымен сөйлесіп жатыр. Сендер сахабаларым өте жақсы уақытта кетіп қалдыңдар дейді. Ана қара әңгімені қарасаңызшы. Сендер өте жақсы уақытта кетіп қалдыңдар дейді. Мына менің жанымда қалып қойғандар, бұлар өте үлкен бүлікке жолығады дейді. Тірі қалып қойғандарды айтып жатыр. Одан кейінгі келетіндер одан да үлкеніне жолығады дейді. Ал одан кейін келетіндер олардыкінен үлкенге жолығады дейді. Соңында қараңғы қою түннің бүлігіндей бүліктер келеді дейді. Ол бүлік кірмейтін ешбір семья отбасы қалмайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Міне сол заманда тұрмыз қазір біз. Бүкіл бүлік кірді қазір. Әркімнің шаңырағына кіріп кетті ол бүлік. Өзі байқамайды шығар, бірақ барлығы неде жүр қазір? Сынақта жүр үлкен. Біреу баласымен сыналып жатыр. Басын ставкіден ала алмайтын, казинодан ала алмайтын. Біреу анасымен сыналып жатыр. Біреу әкесімен, біреу әйелімен сыналып жатыр. Әркімнің отбасында бір кем дүние болып жатыр. Бүкіл бүлік қаяққа кірді, семьялардың барлығына кіріп кетті дейді. Сахабалар тұрады да, я Расулаллах, мыналар естіп жатқан сияқты сөйлесіп жатсыз ғой дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, бұлар естіп жатыр, бірақ жауап бере алмай жатыр сендерге дейді. Бұлар сендерден қатты естіп жатыр дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан міне сондай біз ауыр заманда тұрмыз қазір. Иманды сақтау қиындау болған заманда тұрмыз. Ақпараттың толқыны көп, адамды адастырушы топтар да көп. Көрдіңіз бе? Қандай қиын нәрсе. Сондықтан иман сақтаудың ең үлкен 2 жолын айтқан екен ғалымдарымыз. Осыны мұқият біліп алсаңыздар жақсы болар еді. Өйткені ол күндерден мен де өтіп жатырмын, сіздер де өтіп жатсыздар. Тұрып болса да тыңдай берейік иншалла. Алланың рахымы жетеді барлығымызға, Құдай қаласа. Осы пейілдеріңіздің өзіне Құдай беріп жатыр қазір. Және сіздерге айтайын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады ғой, бір күні уағыз айтып тұрған кезінде 3 жігіт келеді де Мәдинада, біреу келеді де шустрит етіп тырс өтіп кетеді де пайғамбар саллаллаху жанына отыра қалады. Біреу қарайды да, ой, адам көп екен дейді, жайлап осы жерге отырайын, ұятты деп отыра салады ғой біреу. Үшіншісі не істейді? Ой, бұл жерге сыймаймыз ғой дейді, кетіп қалды дейді ғой. Ана далада қайтып бара жатқандар, қайтыңдар. Далаға естіледі ғой ол. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уағыз айтып тұрған кісі ғой, уағызын шорт етіп бөлді. Мен сіздерге 3 кісінің қиссасы туралы әңгімені айтайын ба деп айтып дейді. Бір кісілер бар дейді, Аллаға қарай ұмтылады дейді. Алла да оған қарай ұмтылып рахымын төгіп жібереді дейді. Қараңыздар, міне ұмтылып келіп жатсыздар ғой енді, соған айтып жатырмын. Біреулер бар дейді, ұялады дейді. Алла да одан ұялады кешіруден дейді. Ана шетте тұрса да оны кешіреді дейді. Біреулер бар дейді, бас тартады дейді. Алла одан теріс айналады деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан сабыр қылып, бауырлар, бір ауыр әңгіме айтпай қойып, осындай жеңіл-желпі айтайық та, ауыр әңгіме айтсам, Атырауда тұрмын да просто мен. Батырға да жан керек. Сондықтан христиандар дастарханда сөйлемей отырады екен ше. Яхудилер
азы шу қымғут болып тұрады дейді яһудилер, бір-бірін тыңдамайды. А мұсылмандар бір адам сөйлейді, қалғандар тыңдайды деп айтқан екен. Сондықтан бауырлар бір-бірімізге осындай сөздерді айтатындай дәрежеге апармай қояйық деп жатқанмын. Ары бері айтқым келген жоқ енді, бірақ Алла разы болсын. Сөзге тоқтаған қазақ деп осыны айтады. Бір ауыз сөзге. Осындай әңгіме керек екен ғой. Жаңа бірдеңені айтып аттым да содан миым ашып болды. Иманды сақтаудың екі жолы туралы айтып аттым, бауырлар, қараңыздар. Бұны мұқият көріп алыңыздар. Мына жерде көпшілігі жастар, Алла разы болсын, жастар. Елдің ертеңі, болашағы сіздерге көбінесе арналады бүгінгі уағыз. Жастар деген ойлап қалмаңыздар. 30-дан жоғарылар біз үлкенбіз. Жас деген 38-35-ке дейінгі адамды жас деп айтады шариғатта. Одан кейінгі орталығын деп айтады. Құрметті жастар, қараңыздар. Қазір біз ұлы фитналардың заманында тұрмыз. Әр түрлі нәрсемен сыналып жатырмыз. Айнала толған ластық пен боқ. Қай жерге барсаң да нені табасың? Күнәні табасың. Сондай ауыр заманда тұрмыз, бауырлар. Бірақ енді жастар, сіздер сол нәрседен сақ болыңыздар. Бір-бірімізді бері қарай шақырайық. Бауырым, қойсайшы, сен мына істеп жүрген нәрсең дұрыс болмайды ау осы. Ертең өстіп жүріп кетіп қалсаң қалай болады, бауырым? Деп арасында дұрыстап, әдемілеп, даналықпен насихат айтып қояйық бауырларымызға. Көрдіңіздер ме? Неге деп айтып? Өйткені иманды сақтаудың ең ұлы жолы ғалымдардың бәрі айтты. Күнәдан сақ болу деп айтқан. Иманды сақтаудың ең ұлы жолы қазіргі заманда күнәдан сақ болу деген. Күнәні көрген кезде сахабалар сияқты тау құлап келе жатқандай қашатын едік дейді ғой сахабалар. Үстімізге ойбай тау құлап жатыр деген сияқты күнәдан қашатын едік дейді. Дәл сол сияқты біз де әр күнәдан солай қашуға тырысуымыз керек. Егер де сенің ортаң қайта-қайта күнәні істейтін орта болса, одан баз кешіп кет, бауырым. Одан бас тарт. Алла одан қайырлы жақсы игі ортаны тауып береді сізге. Көрдіңіз ба? Сол арқылы иманыңды сақтап қаласың. Көрдіңіз ба? Енді сол орта арқылы өзіңде кішкентай бір кемшіліктер болса да кешіріп кетесің бәрібір. Көрдіңіз ба? Кім үшін? Орта үшін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, 99 кісі өлтірген адам бар дейді. Келіп те бір манақтан сұрады дейді, мен кешірілем ба деп еді. Ой, брат, біраз нәрсе жасап тапсың ғой деп айтты дейді. Сонымен не? До свидания деп айтты дейді анаға. 100-ші бола сал сен деп. Не пәле болды? Сонымен тағы бір қауымға барды, жаңағы бір кісіге. Мен кешірілем ба, 100 адам өлтіріп келатырмын деп айтты дейді. Ойбай, кешірілгенде қандай? Қойш қалай? Мына жақта кім деген қауым бар, пәлен деген. Сияқтағы адамдар саған үйретеді қалай кешірілу керек екенін дейді, қараңыз. Сөйтеді де бұл жолға шығып кетеді. Кетіп бара жатқан кезде білесіздер, жолда өліп қалады. Жәннат пен тозақтың періштелері қырып қалды дейді, хадисте айтады. Бұл тозақи неге 100 адам өлтіріп әлі тәубе қылып үлгерген жоқ бұл дейді. Сондықтан тозақ, бұл тәубеге қарай кетіп бара жатты ғой, өкінді ғой. Бұл жәннат дейді. Екі жақ алыс болып жатқанда Алла тағала қадамдарын санаңдар деп айтты дейді ғой. Қай жаққа жақын, сол жаққа алып кетсін деп айтты. Қадамдарын саны бір қадам жаңағы қауымға жақын екен ғой. Сөйтсе бұл кісі енді алға қарай құлаған болса керек те, артқа қарай құламаған дейді. Алға қарай құлаған болса керек, бір қадам артық екен ана жаққа қарай. Сөйтті де жәннаттық періштелер алып кетті дейді. Осы хадистің тәпсірін қараңыздар сіздер. Сол жерде ғалымдарымыз айтады, бұл жігіт дейді, әлі тәубе қылған жоқ дейді. Ниет етті дейді. Сөйтті де кетіп бара жатты. Кімдерге қарай? Ізгі адамдарға қарай дейді. Ізгі ортаға қарай кетіп бара жатты дейді. Сол ортаның құрметі үшін Алла оны жәннатқа бір қадам жақындатып қойды дейді жолы. Көрдіңіздер ме? Сондықтан адамды күнәдан сақтайтын орта керек. Көрдіңіз бе? Пасықтармен көп араласуды қою керек. Өзіңнің иманыңа, намазыңа сеніп араласың. Жоқ, ұшып түсесің айтайын бар ғой. Ұшып түсесің. Қалай намазын тастап кеткенін білмей қаласың ертең. Кім арқылы? Орта арқылы. Лұқман хакім сол үшін айтты ғой, балам деді. Жақсы игі ортаны көрсең, Құдай туралы айтатын ортаны көрсең, таста дейді, бүкіл шаруаң бар сояққа қарай бар дейді. Егер білімді болсаң, біліміңе білім қосылады дейді. Біліміңді қайталап ал. Білімсіз болсаң, білім алып кетесің дейді, қараңыздар. Мысалға мен айтып жатқан кейбір нәрселерді сіздер білесіздер, бірақ қайтадан не істеп жатыр? Еске түсіп кетіп жатыр да, осы бар екен ғой деп. Көрдіңіз ба? Біліміңізге білім қосылып жатыр ма? Қосылып жатыр. Ал егер білімсіз болсаң, онда жаңа бірдеңелерді үйренесің дейді.
Және сол жердегі қауым Алланың рахымына бөленіп тұрған кезде дейді, сені күнәһар екен деп қарамайды дейді Алла. Қауыммен бірге кешіріп жібереді дейді Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Ей, балапаным дейді, пасықтардан сақ бол дейді. Пасық деген кім? Пасық деген смело күнә істейтін адамды айтады. Врачқа кел, ставка тігіп жіберейік. Кел, мынаны ескейсің ба, шекесің ба? Любой вариант бар бізде, қайсысы? Бұларды пасық деп айтады. Көрдіңіз ба? Күнәні қорықпай жария жасайтын адамды пасық деп айтады шариғатта. Пасықтармен көп араласпа дейді, ей балам дейді. Егер сен білімді болсаң дейді, білімің пайда бермейді дейді ол жерде. Қараңыздар. Білімің қалай пайда бермейді? Жайлап, жігіттер, мынау деген енді құрсын имандылыққа сай келмейді. Бұл молдеке дейді. Мешітке бармайды, уағыз етпейді. Бір тақуа болып кетсін, кеше ғана ішіп жүредің қасымызда сен. Мен бүгін сен күні сен дейді ғой. Көрдіңіз ба? Дұрыс айтасың, сол қайтадан ішіп шығарым деп жайлап ішіп кетуі мүмкін ған жерде. Білімді болсаң, білімің пайда бермейді дейді ол жерде. Өйткені ол жердегі адамдар өзінің несіне келіп тұр, кайфушасына келіп тұрған кезде адамдарды упор көрмей, уағыз деген вообще жүрмейді дейді ол жерде. Бесполезно ол жерде уағыз айтып. Ал егер білімсіз болсаң, онда жаңадан бір күнәні үйреніп аласың дейді. Мінекей, ақшаны былай тігесің, осылай, міне карта ойлаған кезде былай лақтырасың, былай қыстырасың. Көрдіңіз ба? Новый күнәлерді үйретеді анау. Сөйтіп, сені Құдай ол жерде тақуа екен деп қарамайды дейді, балам. Ана қауымды азаптаса, сені қосып азапта жібереді дейді Алла Тағала. Көрдіңіз, мынау тақуа, мынау шығарып ал деп қалған азап бірге кетесің дейді. Көрдіңіз ба? Кемедегінің жаны бір болып кетеді дейді. Сондықтан, ей балам, баратын жеріңді абайла дейді. Көрдіңіз ба? Міне бауырлар, адам ізгі осындай дұрыс ортамен араласа берсе бар ғой, адамның құлшылыққа деген махаббат оянып кетеді. Құлшылыққа деген махаббат оянады. Және дейді, адамның күнәға деген жек көрініші пайда бола бастайды жүректе. Көрдіңіз ба? Күнде жақсы балалармен, жақсы бауырлармен жүретін болсаңыз бар, жайлап күнәлардан бас тарта бастайсың. Неден? Ортадан дейді. Осындай күнәлар жан жағыңыздан алып жатқан заманда ең бірінші нәрсе, бауырлар, күнәдан қашуымыз екен. Күнәдан қашу үшін Құдай мені көріп тұр деген нәрсе ешқашан есіңізден шықпасын. Сіз 24/7 Құдайдың бақылауынан шықпайсың. Кім болсаң да. Алланың ілімінен ешкім шығып кетпейді. Қай жерде, бұл қап-қараңғы бөлменің ішінде свет сөндіріп қойып істеп жатсаң да Құдай сені көріп тұрады. Ешкімге көрсетпеймін деп тығылып барып жатсаң да Құдай сені көріп тұрады. Көрдіңіз ба? Алланың ілімінен тыс дүниеде ешбір нәрсе жыбырлай да алмайды, және Алланың ілімінен тыс еш нәрсе қалыста қалып қоя алмайды. Көрдіңіз ба? Тіпті шайтанның өзі сізді азғыру үшін Құдайдан рұқсат сұрап келеді бірінші. Сондай. Шайтан адамды азғыру үшін прямой келмейді саған былай. Бірінші Құдайдан рұқсат сұрайды. Алла өйткені Құранда айтады, біз сендердің өздеріңді де, іс әрекеттеріңді де жараттық дейді Алла Тағала айтады. Бірдеңе істеу үшін ауырып тұр ма? Далаға шығарыңыздар, ауырып тұрса иншалла. Ауа тарлық қанша далаға шығарыңыз. Ой, машалла. Ыстыққа шыдамай ауырып тұрғандар болса, жолға далаға шығарып жүріңіздер. Так, жақсы, қысқартып не қылайық, иншалла. Қай жерге өтқанымыз? Шайтанның өзі рұқсат сұрайды деп жатыр ма, көрдіңіздер ма? Өйткені Құдай Тағала айтты ғой, мен ықыласты пенделерімді азғыра алмайсың деді Алла Тағала. Менің ықыласты пенделерімді азғыра алмайсың деді. Көрдіңіз ба? Рұқсат сұрайды да, значит, азғырайын ба, азғырмайын ба деп. Азғыр десе азғырады да. Иә. Шығатын жер бар ма еді, ар жақта әйтеуір? Сондықтан бауырлар, күнә деген нәрседен барынша қатты қашуымыз керек. Бір нәрсені ұмытпаңыз, мен 24/7 Алланың бақылауындамын. Осы нәрсені ішке кіргізіп алыңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Алланы көріп тұрғандай, немесе Алла мені көріп тұр деп құлшылық жасау дейді. Ол деген сөз бүкіл 24 сағатың Құдайдың бақылауындамын деген өмірмен өмір сүр деп жатыр. Бірдеңені істейін деп жатсың,
ойлан бірден, ойлан. Қазір бірден істейін деп жатсың. Мешіттен шықпай, қаққа барады, кім қаққа барады? Точно үйге барасыздар ма әйтеуір? Мейлі, үйге барады деп айтайық. Үйге барасыз, мысалға. Үйге барып бірден істейін деп жатсыз, или ойланыңыз, мен істейін деп жатқан нәрсе Құдайға ұнай ма, ұнамай ма? Сразу формула. Ұнай ма, пожалуйста. Ұнамай ма, онда керек емес. Көрдіңіз ба? Кім болса да, мен істейін деп жатқан нәрсе Құдайға ұнай ма, ұнамай ма? Бір фильтрден өткізіп алыңыз. Ұнай ма, пожалуйста, ұнамай ма, керек емес. Міне осы арқылы адам күнәдан тыйылады, бауырлар. Көрдіңіздер ма? Сол кезде біз 80%-дан шығамыз, иншалла. Біреулер айтып жатқандай. Пайыз азаяды да кішкентай болса да. Міне көрдіңіздер ма? Біреулердің кесірі біреулерге тиіп, ақырында біреулер опық жеп жатыр осы тұрғанда. Сондай сөздерді айтқызуға дейін апарып жатырған болуымыз мүмкін. Ал екінші нәрсе, бауырлар, екіншісі, бұл қашанда біздің көркем үлгі өнегеміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Иманың мощный болып жүру үшін бар ғой, мощный иман. Постоянно әдемі құлшылықта жүру үшін сіз пайғамбарды жақсы тануыңыз керек, бауырлар. Оған не істеу керек барынша? Бар махаббатыңды беруің керексің. Көрдіңіз ба? Егер де әлі проблема болатын болса жүректе, онда иманда да сізде не болады? Проблема болады. Барынша Алла елшісіне деген махаббатты не істеп отыру керек? Арттырып отыру керек. Ол үшін не істеуіміз керек? Ол кісі туралы көп білуіміз керек, және оған әрдайым салауат жолдап тұруымыз керек. Кеше имам Джалалуддин ас-Суюти деген кісінің өмірбаянын қарап отырсақ, 600 кітап жазған екен, анау бар ғой. 600 кітап жазған, бауырлар. И өзінің жазған кітабын қайтадан өміріне бөлсек, оқуға уақыт жетпейді анау. Не деген берекетті анау бар ғой. 40 жыл Ніл өзенінің жағасында тұрған дейді, бірақ Ніл өзеніне барып шомылуға қол тимеген дейді. 40 жыл. Каспийдің жанында тұрып түспепті деген сияқты ғой, жайықтың жанында тұрып. Және дейді, бір күнде 50.000 салауатқа толтырмай ұйықтамайтын болған дейді. 50.000 салауат. Міне махаббатын қарасаң, соңында пайғамбарымыз келіп айтқан екен. Ей, хадисшілердің шейхі деп айтып кеткен екен. Имам Джалалуддин ас-Суютидің өмірбаянын қараңыздар. Көрдіңіз? Оның қандайы, оның Алла елшісіне деген махаббаты осыны сондай дәрежеге дейін апарды. Ілімі қабыл етілді. Бүкіл үммет оқып жатыр кітаптарын. Көрдіңіздер ме? Қандай ғалымдар. Мінекей солардың барлығы пайғамбарға деген махаббат қою арқылы жасаған осы нәрсенің барлығы. Сахабалар Ухуд шайқасы күні бар ғой, Ухуд шайқасы күні Умму Аммара деген әйел кісі болған. Бұл су тасуға келген негізінде, соғысқа. Пайғамбар өлді деген кезде бұл кісі қалай соғысқа келіп кеткен білмей қалған. Сөйтсе пайғамбарымыз өлмеген екен, бірақ оны таратып жіберген. Көрдіңіздер ме? Өлмеген пайғамбарымыз баса қасында пайғамбарымыз неге түсіп кеткен ғой? Шұңқырға түсіп кеткен. Қалай түскен? Оның маңдайынан ұрған пайғамбарымыздың бар ғой. Сөйткенде мына жақтан келіп беттен қылышпен ұрған кезде дулығасы кіріп кеткен бетіне. Ауыздан ұрған кезде тісінің кейбір бөліктері сынған. Соңында келіп Ибн Қамия деген оңбаған пайғамбарымызды келіп қылышымен қолын шабам деп ұрған кезде 2 сауыт киіп шыққан жақсы болған. Ұрған кезде бір жақ қолы істемей қалған, жарылып кеткен иығы. 1,5 ай бойы қолын үстін, пайғамбар қолын істемей қалған, 1,5 ай бойы. Сондай таяқ жеуге лайық кісі емес қой ол. Соңында біреу келіп арқасынан бір тепкен кезде шұңқырға қарай тіземен құлады дейді ғой. 56 жаста пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2 тізесі жарылып кеткен дейді. Тіземен түскен кезде, ойлаңыз, үстіңдегі 2 сауытпен түскен кезде. Сонда сол жерде шұңқырдан шығарып алып пайғамбарымызды қорғап бір әйел жүр дейді. Умму Аммара деген. Қасында күйеуі мен баласы бар дейді. Ал керек болатын. Сонда Умму Аммараны келіп жаңағы мүшриктердің батыры бір ұрған кезде әйел ғой ұшып кетеді ғой. Орнынан тұрып келіп қайттан пайғамбарымыз қорғап жатыр дейді. Ой, Алла. Пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи ва саллям. Ухуд күні алдыма қарасам да Умму Аммараны көремін дейді. Артыма қарасам да соны көремін дейді. Оңыма қарасам да мені шырайын алып қорғап жүр дейді ғой әйел кісі. Сонда пайғамбар салды, ей Умму Аммара, абайлаш, абайлаш, ей пәленше анаңа қараш деп айтқан екен. Анаңа қараш, анаң ұрып жібермесін деген кезде ана Умму Аммараны қара. Қандай мықты әйел. Алланың елшісі ештеңе де етпейді, бір дұға қылып жіберші деп айтады дейді. Ойма, соғыстың ортасында.
Қарасай, моментті жібермей жатыр да. Көлденен келгенде қоныштанбас дейді қазақ айтады. Бірақ оны қазір біздікілер басқаша қолданып жүр. Нең бар кезде ұрып ал дейді, ертең кетіп қаласың өшір. Возможности жібермейді. Онда емес ол, басқа нәрсеге айтылған ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи не деп дұға қылайын десе, я Расулалла, Умму Аммараның отбасы менің жәннатта көршім болсыншы деп дұға қылшы деп айтты дейді ғой. Ана қарасай. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи қолын көтерді. Раббым, Умму Аммараның отбасын, яғни бүкілі ғой, отбасымыз. Барлығын жәннатта менің көршім қылған көр деп айтты дейді. Амин. Ана әйел бар ғой, бұдан кейінгі өмір вообще қызық емес деп айтты дейді ғой. Қазір өліп кетсем де разымын деп айтады. Одан сайын пайғамбарымыз қорғап, міне осы пайғамбарға деген махаббат. Көрдіңіз бе? Қазір кім біреу тұра ала ма ондай нәрсеге? Біз тұра алатын болсақ, сол заманға шығару керек еді Алла Тағала. Біздің тұра алмайтынымызды біліп тұр да. Біз пайғамбардан гөрі басқа нәрселерді жақсы көріп тұрамыз ғой біз. Оны бәріміз мойындаймыз. Мен де мойындаймын. Мен бір мына жерде дарылап отқанға қатты не қылады деп ойлайсыздар ма? Мен де сол сіздер сияқты қатардағы жауынгермін ғой. Мен де сол иман күшейту жолында қызмет жасап жатқан, өз-өзімен күресіп жүрген бір бейбақпын ғой мен де. Көрдіңіз ба? Сонда қараңыздар, пайғамбарды өзінен артық көріп тұр ма? Осылай қылмайынша пайғамбарға деген махаббат ашылмайды дейді. Омарды білесіздер ғой, Омар радиаллаху анху, қанша жыл пайғамбардың қасында жүрген адам ғой. Бір күні келе жатқан сахабалар баяндап беріп жатыр бұл оқиға. Алла елшісі Омардың қолынан ұстап дейді ғой. Ойбай, пайғамбар қолынан ұстап жатыр. Қараңыз, ең жақсы көретін кісің, енді қыздар жаққа қарай бармай қойып, жалпы сондай кісі Алланың елшісі қолынан ұстаған кезде тұла бойында тоғырған ғой Омардың ше. Тұла бойында тоғырғанда не деп айтып еді дейді? Я Алланың елшісі, мен сені өзімнен кейін бүкілден артық жақсы көремін деп айтты дейді. Ой, бұл Омар-ай, қаншама жыл қасында жүріп, мені әлі өзіңнен артық жақсы көре алмайсың ба деп айтты дейді. Қайсы бірің мені өзіңнен артық жақсы көрмейінше толық иман келтірген болмайсыңдар деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда Омар радиаллаху бірден қайтадан ойын жинап алды да, болды Алланың елшісі, өзімнен де артық жақсы көретін болдым деп айтты дейді ғой. Әл-әна я Омар, міне деп айтты, міне көрсеттің сен деп айтты. Көрдіңіз ба? Сондықтан ана сахаба келіп сұраған кезде айтады, ей Алланың елшісі, қиямет қашан болады деген кезде, қазіргі сұрақ осы. Мекке гүлден жасарып кетті, қиямет болайын деп жатыр. Ана не деп, Шамда бір не болып жатыр екен, қиямет болайын деп жатыр. Дәджжал шығайын деп жатыр. Мәһди келейін деп жатыр. Тағы кім бар келетін? Яжуж, Мәжуж келейін деп жатыр. Құдай қаласа субот воскресенье келіп қаламыз деп жатыр деп. Қияметті болдырта алмай жатырық, білмеймін. Бәрі дайын сияқты әйтеуір. Маған келетін 70% сұрақ сол, қиямет қашан болады дейді. Құдай қаласа құмалақ ашайын мен. Сосын точно уақытын айтып беремін деп. Мен қақтырмын қашан болатын. Пайғамбар білмейді ғой оны. Ана сахаба сөйтіп сұрап келіп тұр, жаңағы нервыңа тиетін сұрақтар ғой былайша айтқанда. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Ума ағдатталаха" деп айтты. Не дайындап қойған бірдеңе бар ма деп айтты. Қарама-қара сұрақ қойып жатыр. Сонда ана сахаба айтты, дым жоқ деп айтты дейді. Машалла. Қатырып оққан намаз жоқ деп айтады дейді. Нормально берілген садақа жоқ деп айтады дейді. Яғни мен берген садақамды бәрі біліп жүреді. Бермесе еще жариялатып қоясың. Айтсай бер деп айтсай деп. Құрсын айтсай. Намазың әйтеуір ілініп салынып жүріп жатыр. Аллаху акбар деп тәкбірді алғаным есімде. Бір қарасам сәлем беріп жатырмын әйтеуір. Екі ортада Құдай біледі не болып жатқанын. Неше рекат оқып жатқандар есімде. Көрдіңіз ба? Сонда жаңа сахаба не деп айтты дейді, бірақ қатырып оққан намаз да жоқ, ораза да жоқ, садақа да жоқ. Бірақ мен Алла мен оның елшісін барлығынан артық жақсы көремін деп айтты дейді. Міне. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сен жақсы көргендеріңмен бірге боласың деп айтты дейді. Демек, пайғамбарға деген махаббат жәннаттағы сенің орның дейді дайындалып жатқан дейді. Иманың мүлдем түсірмейтін, дәрежесін түсірмейтін нәрсе бұл пайғамбарға деген махаббат дейді ғалымдар айтады. Ал ол махаббат келу үшін ол кісі туралы, махаббат туралы көбірек оқу пайғамбарға деген. Махаббат десе бізде Абу Бәкір тұрады ғой бірінші орында. Пайғамбарға махаббат десең бірінші орында Абу Бәкір тұрады ғой. 38 адам болдық дейді Абу Бәкір радиаллаху анху. 38 адам. Сөйтіп мен қоймадым дейді, я Расулалла барып айтайықшы, толып жатыр ғой, айтайықшы барып.
Меккен Қарбан жанында бар. Сонымен пайғамбар салам, ей Абу Бәкір қоя саламыз ғой. Я Расулалла, тасы бар, иман деген күшейіп тұр анам. Намазды ең бірінші бастаған кезде жұрттың бәрін қорқытасың ғой, тозақ бар деп. Ахусы билля деп. Абайла сен тозаққа түсіп кетесің деп. Тән боши болды да басында. Дәл сондай ғой, сахабаларда ұрып тұр кәдімгі. Сонымен келеді де, ең жақсы дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Білесіздер ғой, мінезі сондай кісі. Қарбан жанына барып өздерінше бастап жатыр еді. Пытырлап дейді келіп. Мүшриктер талпа ғой олар. Көп қой. Талпа не шешеді дейді ғой, біраз нәрсе шешеді дейді. Сонымен келіп те жаңағы пытырладым, ұрды дейді ғой бәрін. Пайғамбардан бастап. Сахабалар әлсіз әлі, саны аз. Соны бастаған кісі Абу Бәкір бар, ұйықтап қалған. Ұйықтап тастаған кәдімгі. Ұра берген үстіне секіре берген ғой Абу Бәкір. Бет деген, мен болған оқиғаны айтып жатырмын кәдімгі. Бет деген текстеп тастаған кәдімгі, табақтай қылып ұрып тастаған. Сол кезде Тайм руының жігіттері, Абу Бәкірдің руының жігіттері суырып алып шыққан бар талпаның арасынан. Үйіне алып барған, үйіне барғаннан кейін есін жинаған, о есін білмейді. Есін жинаған кезде ең бірінші айтқан сөзі, Алла есіне не болды екен деп айтты дейді ғой. Ана қарасай, жүрек кім деп оянып жатыр? Пайғамбар деп оянып жатыр ғой. Машалла, қандай кісі. Басқа бір, мен болмағыма шүкір деп жатырмын жерде ғой. Ойбай, мұрын кетіп қалыпты мұрын. Бел деген омыртқа істемей қалған. Ей, мама, қаяқтасың? Мамасы тұр қасында болмаса Абу Бәкірдің. Алла есіне не болды деп айтты дейді ғой. Ей, Алла есіне не істейсің, жағдайға қарасайшы. Кеттік Алла есіне деп айтады дейді. Жүре алмайды да ол. Текстеп саған ғой. Жүре алмайды. Ей, хотя бы кеш батсын дейді, қазір көп болса тағы ұрады сені дейді да олар ұстап алса. Сонымен ақыры болмағаннан кешті әрең дегенде өткізіп, кешкісін апарып барсын. Арқам ибн Аби Арқам деген сахабаның үйінде отыр екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ей, Абу Бәкір жатпадың ба? Жағдайың сенің мүшкіл болып тұр ғой десе, сені көрмей жүрек тыныштық таппайды ғой, ей Алланың елшісі деп айтты дейді. Міне көрдім, ауруыма шипа таптым деп айтты дейді. Міне осы махаббат дейді. Көрдіңіз бе? Ана Мехран деген сахаба болған, Мехран деген. Бұл Умму Салама деген анамыз азат етіп пайғамбарымызға сыйға тартқан. Сен өмір бақи пайғамбардың қызметінде боласың деп. Постоянно пайғамбарымыздың қызметінде болған. Дәрет су, анау мынау. Соңында жаңа Мехран деген сахаба сондай дәрежеге жетті, пайғамбардың қасында жүріп енді өзінен артық жақсы болып кеткен ғой жаңа сахаба ше. Тарихта ең ауыр шайқас бар, білесіздер ме қандай шайқас екен? Пайғамбарымыздың өміріндегі Ғазуатул Уср деп аталатын шайқас бар. Ауыр шайқас деген. Кім айтты? Жоқ. Бір тыда келетін бірден айтты ғой. Табук деп, дұрыс айтады. Табук шайқасы, бауырлар, біліп алыңыздар. Пайғамбарымыздың өміріндегі ең ауыр шайқасы бұл Табук шайқасы. Қай жағынан ауыр? Психологиялық жағынан ауыр болған. Төбелес жағынан емес, психологиялық жағынан. Дәл сол жылы жұт болған Мәдинада. Сахабалардың өзі барамыз ба, бармаймыз ба деп екіленіп қалған кәдімгідей. Көрдіңіз ба? Сонда қаруды көтеретін көлік жоқ, қиналып жатады. Бір түйе ма екі түйеге тиетін жүк бар ана жерде, қару жарақ, астығы бар, дақылы бар. Сонымен жаңа Мехран деген сахаба жүгіріп жүр, тік шаруа. Мықты кісі болған ба сондай? Сол келеді де, я Расулалла, мына жерде біраз зат жиналып қалыпты ғой дейді да. Бір-екі түйенің жүгі ғой енді, қараңыздар. Мынаны қалай қыламыз, қалай көтереміз десе, Мехран бұны сен көтересің деп айтты дейді. Алла келсе қызықсың есің. Түйе көтеретіні мен қалай көтереміз? Ол деген, мен как грижам шығып кетеді ғой, ана көтерген кезде. Табук қайда 600 километр, мен қалай барам мен? Деп жаңа сахаба айтпаған дейді оны ашады. Болды деп айтты дейді. Болды дейді. Сол қару жарақты көтерді да Табукқа барды дейді ғой. 600 километр енді Табук деген. Ту Шамның шекарасында ғой. Барған ғой Византия империясы келмей қалған ғой соғысқа. Таражняк дейді. Қаншама дайындық мысалға да. Сонымен 600 километр қайттан обратно қайтқан ғой жаңағы көтеріп алып. Не деген адам, құдайым,
ғалымдарымыз айтады, мына оқиғаның түсіндірмесінде айтады, егер де Михран сол жерде, Алланың есімімен белім ауырады, мен өзім әрең дегенде кеше жас кетіп қалды деп айтса, ана кісі көтере алмай қалады дейді ғой. Бұл жерде пайғамбарлық бір мұғжиза бар. Екіншіден, ана жаңа Михранның несі бар дейді, пайғамбардың сөзін барлығынан жоғары қою бар дейді. Бұл махаббаты дейді ол кісіге деген. Барып қайтты дейді, пайғамбарымыз айтты дейді, әнті сафинаты сахара деп айтты. Әй, Михран, сен кемені, мынау шөлдің кемесісің деп айтты дейді ғой. Түйе көтеретін жүкті көтеріп барып қайтқан ғой. Бір түйе бір тонны көтереді негізінде. Қараңыз, сен шөлдің кемесісің деп айтты дейді ғой. Содан кейін бұның аты ұмытылып кетті дейді. Кім деп аталып кетті дейді? Сафина деп аталып, шөлдің кемесі деп аталып кетті дейді ғой. Кеме келатыр деп айтады дейді. Сонда аты өзгеріп кеткен өзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін Мәдинада қиналып қалған бұл кісі өмір сүруге. Қараңыздар, бір қалада қаншама жыл пайғамбармен бірге өмірімді өткіздім. Енді әр сәті, әр бұрышы, әр құрма таласаған пайғамбарды еске алып, жаман қиналады ана кісі бар ғой. Жүрегі көтере алмайды. Сөйтеді де бір теңізшілермен саудамен шығып кетеді. Қай теңіз екенін білмеймін, Қызыл теңіз болса керек. Құдайдың құдіретін қарасаңшы, теңізде жаңағы толқынға ұшырап аударылады ғой кемелері. Қырып қалды адамдар бәрі. Бұл бір тақтайдың үстінде аман қалып қояды да. Сөйтіп жағалауға жетеді бір тақтаймен. Жағалауға жетіп, есін енді жинап, басын көтеріп қалса, арыстан тұр дейді ғой, машалла. Жаңа осы тұрып та арыстан тұр дейді да. Ана арыстанды көрді де, былай деп айтты дейді ғой. Ей арыстан, ана сахибу расулилля сафинаты сахара деп айтты дейді ғой. Ей арыстан, мен Алла елшісінің досы, шөлдің кемесімін ғой деп айтады дейді. Қош келдің демейін де арыстан аға? Деген екен ғой. Арррр деп та, жол мына жаққа қарай, братан деген сияқты, жолды көрсетіп жіберді дейді. Как будто пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл адамзатқа, жандыға, жансызға бәріне менің кеме деген досым бар деген сияқты айтқан дейді да. Махаббаты дүниеде пайда берді ғой, бар кезінде пайғамбар, пайғамбар өтіп кеткеннен кейін де пайда берді ма? Пожалуйста. Көрдіңіздер ме? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат бұл не болу керек? Адамда әрқашан лаулап тұру керек. Ол үшін Алла елшісін көбірек тану керек. Бағана біз әбетте болған мешіт қандай мешіт? Ихсан мешіті. Бағана Ихсан мешітінен келген жамағат бар шығар, мына жерде өздері біледі. Мен бірнеше сұрақ қойдым ше пайғамбарымыз туралы. Жамағаттың дәрежесін білейін дедім да. 80% сұраққа дұрыс жауап берілген жоқ. Көрдіңіздер ме? Біз қайда, пайғамбар қайда, екеуміз екі жақта жүрік. Сосын иман әлсіреме не болады бауырлар? Көрдіңіздер ме? Міне Алла елшісіне деген махаббатты ашатын осындай нәрселерді тыңдау керек, оқу керек. Кітап, нағыз білім кітапта дейді ғой, қазақ айтады. Нағыз білім кітап, оқу керек. Сен өз өзіңнің иманыңды дәріптеп, күшейтіп тұрмасың, біреу келіп жүрегіңді ашып, зәм-зәммен жуып, иманға толтырып қайттан. Қайда ондай Жабраил алейхиссалам? Көрдіңіз бе? Сондықтан бауырлар, Алла елшісіне деген махаббатымызды әрқашан жүрегімізге кіргізуге тырысайық. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні дейді ғой. Екі нәрсені айттым, естеріңізде сақтап аларсыздар иншалла. Заманның ауыр фитнасынан сақтайтын екі нәрсе бар. Біріншісі барынша күнәдан қашу, екіншісі пайғамбарымызға деген махаббат. Әрқашан енді бұл пайғамбарымызға туралы махаббат жайында өте көп нәрселер бар, айтуға болады. Бірақ енді сіздердің жағдайларыңызға да қарай, мына жерде мазасы кетіп қалған шығар біраз адам. Алла разы болсын, бір сағаттай айтыппыз ғой енді. Алла берекет берсін баршаңызға. Мынау қабірді күрек кеңейтпейді дейді ғой. Иманға тойған жүрек кеңейтеді дейді. Сондықтан иншалла барлығымыздың барар жеріміз сол жер. Алла есін жақсылап біліп алайық бауырлар. Алла разы болсын. Алғашқы сапарымыз болмасын, тағы да жол нәсіп етсін. Алла тағала өмірлеріңізге берекет берсін. Алла тағала басып келген қадамдарыңызға берекет берсін. Алла тағала жәннатта өзінің жанында осылай жүздесуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Саллаллаху алейхи ва саллям.